Сәлем достар, бүгін мен сіздерге бүкіл әлемді таң қалдырған бір оқиғаны айтатын боламын. Бұл кішкентай баланың жанында сақталған өткен өмір естеліктері туралы. Бұл оқиға реинкарнацияның бар екеніне дәлел ме, әлде жай ғана жұмбақ жағдай ма, оны өздеріңіз шешетін боласыздар. Америкада тұратын Брюс пен Андрея Леннингер атты ерлі-зайыптылардың ұлы Джеймис Леннингер 1998 жылы дүниеге келеді. Алғашында ол жай ғана әдеттегі сәби болып көрінеді. Бірақ 2 жасқа толғанда оның өмірінде бір ерекше жағдайлар басталады. Ол ерекше түстер көре бастайды. Түн ішінде қорқып оянып жылайтын. Ұшақ өртеніп жатыр, ұшақ суға құлады, пилот шыға алмай қалды дейтін. Бастапқыда ата-анасы мұны жай ғана қорқыныш деп ойлады. Бірақ бұл түс қайталана берген сайын олар алаңдай бастады. Джеймс ойыншық ұшақтармен ойнағанда оларды нақты суреттейтін. Ол ұшақтың бомбасын, қозғалтқышын, бөлшектерін дұрыс атайтын. 2 жасар бала үшін бұл мүмкін емес еді. Тіпті ол ұшақ атауларын айтып қоятын. Корсар, дроп-танк, катапульт сияқты сөздерді қолданатын. Әрдайым мен ұшқышпын деп қайталайтын. Бір қызығы, бала өзінің есімі Джеймис екенін айтатын. Яғни осы өмірде де Джеймис Леннингер, ал өткен өмірінде Джеймис Хьюстон болған. Сөйтіп оның кемесі Натома, ал досының аты Джек Ларсон деп көрсететін. Сөйтіп ата-анасы іздейді ғой. Сөйтіп ата-анасы іздеп көргенде, 2-ші дүниежүзілік соғыста USS Natoma Bay атты кеме шынымен болғанын білді. Ал Джек Ларсон деген ұшқыш та өмір сүрген. Джеймис үнемі менің ұшағымды жапондар атып түсірді. Ұшақ өртенді. Мен шыға алмадым деп айтатын. Яғни Джеймис Леннингер осылай айтады, бағанағы кішкентай бала. Тарихи деректерде 1945 жылы Джеймис Хьюстон есімді ұшқыш Ива Джима шайқасында осылай қаза тапқаны жазылған. Оның ұшағы шынымен теңізге құлап өртенген. Ата-анасы USS Natoma Bay кемесінің ардагерлерімен кездескенде бәрі расталды. Олар Джеймис Хьюстон деген ұшқышты білетінін айтты. Ең таң қаларлығы Джек Ларсон тірі еді. Яғни Джеймис Хьюстонның досы Джек Ларсон тірі болады. Соны кішкентай бала оны көргенде сәлем Джек деп қуанып, яғни сәлемдеседі. Бұл сәт бәрін таң қалдырады. Бұл оқиға кейін кітапқа айналды. Атауы Soul Survivor, қазақша айтқанда жанның аман қалуы. Әлемнің ғалымдары мен журналистері зерттеді. Бірақ ешкім бұл құбылысты толық түсіндіре алмады. Кішкентай баланың мұндай деректерді қайдан білгені әлі күнге дейін жұмбақ. Міне достар, Джеймис Леннингердің тарихы осындай. Бұл оқиға жан өлмейтінін дәлелдей ме? Әлде жай ғана жұмбақ жағдай ма? Оны сіз шешесіз. Ал сіз қалай ойлайсыз? Жан қайта туа ма? Пікіріңізді қалдырыңыз.